мына видео сіздің алдыңыздан Алланың қалауымен шығып тұр. Өйткені ойлаңызшы, бір Инстаграмда көріп отырсыз, шығып қалды, болмаса досыңыздан кеп қалды мына видео. Ол Алланың қалауымен досыңыз сізге жіберіп тұр да. Өйткені сіз бір жақсылық жасағыңыз келіп жүр, білмеймін, бір намаз оқығыңыз келіп жүр, Алла жолында бір жақсы қызмет атқарғыңыз келіп жүр, білмеймін, Құранға түсіп күнделікті Құран оқығыңыз келіп жүр да. Сізде бірақ анандай бір ұят болып тұр да. Мен күнә жасап жүрмін деген сияқты. Мен анандай бір күнә істеп жүрмін. Мынаны тастамайынша мен намаз оқымаймын, мен мынаны тастамайынша Құран оқымаймын, өйткені мен ұят қой Алладан деп жүрсіз ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар да. Сіз енді күнәсіз, чисто әдемі өмір сүретін болсаңыз, енді күнәсіз болатын болсаңыз, Алладан кешірім сұрамайсыз ғой. Сондай болатын болсаңыз, сіздердің орталарыңызға дейді Алла тағала күнә жасап, сосын сол күнәсіне тәубе ететін адамдарды жарататын еді дейді. Алла тағала енді күнә жасап, сол күнәсіне шынайы ниетпен тәубе ететін адамдарды жақсы көреді деп тұр ғой енді ше. Және де Ағраб сүресінің 180 аятында айтқан Алланың көркем есімдерін айтып жалбардыңдар деген. Алла тағаланың міндетті түрде тәубе етіп дұға тілеңіз. Алла тағаланың 99 есім бір есім бар, Ар-Рауф деген есім бар. Алла мейірбан, Алла кешірімді. Қандай да бір құлы Алладан шынайы ниетпен қолын жайып кешірім сұраса да Алла тағала қабыл етеді ғой. Өйткені Алла тағала мейірбан, Алла тағала кешірімді. Сол себептен қалай дұға тілейін дейтін болсаңыз, былай дұға тілесеңіз болады. Ар-Рауф, сен шексіз мейірімдісің, мен қателестім, күнә жасадым, мен кешір, жүрегімді тазарта көр, мейіріммен мені құтқар, өзіне жақын ет, ешқашан рахымнан алыстатпа. Әмин, Аллаху акбар. Және де дәл осы видеоны досыңызға жіберіңіз. Алла тағала сіздің сол досыңызға осы видеоны жібергенін қалап тұр да. Сол себептен осы видеоны жіберіңіз. Және де досыңыз да Алланың Ар-Рауф деген есімімен танысып, Алладан шынайы дұға тілесін.